Баршаларыңызға Алланың сәлемі болсын, және рахметі мен берекеті болсын. Құрметті Алланың сүйікті құлдары, мен сіздерге мына нәрсені түсіндіргім келіп тұр. Үйдің ішінде ит ұстауға бола ма? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үйдің ішінде итті ұстаудан қайтарған болатын. Оның себебі пайғамбарымыз айтады, егерде үйдің ішінде ит бар болатын болса, және мүсін суреттер ілініп тұрған болатын болса, ол үйге періштелер кірмейді дейді. Ал сіз бенен біз білеміз, періштелер дегеніміз ол Алла Тағаланың бұйрығын, Алланың әмірлерін бұлжытпай орындайтын сондай бір ардақты бір жаратылыс екендігін білеміз. Қазақта жаңа періштесі қағыпты дейді, періштең қорғап жүрсін, демеп жүрсін деген сияқты сөздер бар ғой. Ол сөз қайдан шығады? Әлбетте періштелердің адам баласын әрдайым қорғап жүретін, адамдардың сондай бір мұсылмандардың жасаған дұғасын Аллаға жеткізетін, міне осындай жерде сенің құлың сені ұлықтап жатыр, құлшылық жасап жатыр деп Аллаға жеткізетіндігі жайында пайғамбарымыздың хадистерінде бар. Сондықтан періштенің сондай бір ардақты жаратылыс екенін біз білеміз. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деп айтты? Сол ит ұсталған үйде, үйдің ішінде және мүсіні суреті бар үйлерге періштелер кірмейді дейді. Ал бізге ол нәрсе керек емес. Яғни біз барынша ит ұстамау керекпіз және оны ескертейік. Қазақ ешқашан үйдің ішінде ит ұстамаған болатын, оны есік алдында және малға және аң аулауға қолданған болатын. Және 7 қазынаның бірі деп есептеген қазақ халқы. Енді мүсін сияқты жанды заттардың суретін барынша үйдің ішінде ілмегеніміз, қоймағанымыз дұрыс. Барынша альбомға сақтап қойсаңыз, керек кезде барып көрсеңіз болады. Мысалы, кейбір кісілер үйінде атасының, әжесінің, үлкен кісілердің жаңағы тіпті өзімен бала шағасымен түскен суреттерін іліп қойып жатады. Барынша ілмеген жақсы. Өйткені жын шайтан сол суретінің бейнесіне кіріп, неше түрлі жаңағы түнде ұйықтаған кезде бастырылу сияқты шайтандардың амалдары болатындығы жайында хадистер бар. Сондықтан сіз бен біз барынша бұл амалдардан бас тартып, осы жоғарыда айтылған насихаттарды ескергеніміз жөн екен. Алла Тағала баршамыздан разы болсын.